Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге тұз, шекер, ашытқы және жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі ұнымызды аз-аздан осылай салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ендігі қамырымызды пищевой пленкамен немесе салафанға салып, 15 минутқа бөлме температурасына қоямыз. Мінекей 15 минут өтті. Ендігі қамырымызды пицца тәріздес немесе формаңызға сай жайсаңыздар болады. Енді бетіне томат жағатын боламыз. Менде мұнда үй жағдайында жасалған томат. Оның рецептісімен келесі видеода бөлісетін боламын. Ендігі бетіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Салмасын қалауыңызша саласыздар. Менде мұнда колбаса және қызанақ. Пиццамызды 200 градуста 15 минут пісіретін боламыз. Пиццамыз дайын болды. Дәмі өте ерекше, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.